Баршаңызға сәлем. Менің есімім Айзада Тұңғышбаева. Осы тігін саласында сабақ беріп келем Қазақстан бойынша. Міне бүгін сіздерге осы выпускнойға мектеп оқушыларына арналған мынандай кофтаны жеңдерін көрдіңіздер, қандай керемет. Осындай жеңдерді және де басқа да түрлі қызықты жилеткалар бар, соларды мен сізге үйретемін. Үйренгіңіз келсе, соңына шейін қараңыздар, туған туыс бауырларыңызға жіберіп отырыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Мінекей, ал кеттік, көрейік мынау киімді. Сіздерге мынандай кофтаны көрсетем, жеңі өте керемет. Бұл да шілік қиын емес. Қазір маған 44-ші размерден жіберіңізші деді. Мен 44-ші размердің мойны 16. Біз бұның міне екі бүктеп аламыз, бірақ ашық жағын алған жақсы. Алды ашық біздікі. Міне 16-ны алдым. 1 сантиметр жылжытасыздар, қыздар. Мен қазір алдын салам, алды да арты да бірдей салынады. Міне қарап тұрсаңыз 8 сантиметр. Міне мына тұстан болды. Енді біз мына жылжытқанымызды осыған қосамыз. Нерден стрелка қойып қоям. Міне 1 сантиметр деп. Ішке қарай жылжынады. Мына 16-ны бөліп салдық. Алды бұл тұрақты, кімге салсаң да 8 сантиметр болады. Енді иығы 11 сантиметр. Міне 11-ді алдық. Мына жерден 4 сантиметр болады. Қазір көреміз 4-іміз. Міне 4 сантиметрді алдық. Көрініп тұр. Сәл төменірек ап қойыппын. Енді біз осыны былай қосамыз. Міне мына жер 11 сантиметр болды иығымыз, шыпы дейміз. Шыпымыз, ширина плечамыз. Мына жер тұрақты 4 сантиметр түсіресіз. Енді бұл 44-ші размер болғандықтан біз 18 ала береміз. Міне кез келген киімге осылай 18-імізді алдық та, енді осыны сызып алсақ, бұл көкірек айналасы болады. Міне мерге жазып қоям, 18 сантиметр болды. Мына жерден мына жерге шейін. Енді мына акрос груди көкірегі, оған біз 3 сантиметрді қосып бөлеміз 2-ге сантиметрдің көмегімен. Мен 44-ші размер сұраған, қосамыз 3-ті, оны 2-ге бөлеміз. Қосқанда 47 болды. 47-ні міне қосты, 47 болды. 47-ні осылай міне көрініп тұр, міне 47. И өшерге саламыз бұны. Міне тура мына жерге келді біздікі. Міне мынаған келді. Енді біз мына қолтық астын шығарамыз. Қолтық астын шығару үшін бірінші қыздар бүйтіп сызып аласыздар. Бірақ мінерден дәл ортасынан 1,5 сантиметр ішке алыңыздар. Міне мен сантиметрмен көрсетейін. Міне 1 и мынау 1,5 міне осы болды. Енді бұны ішіне қарай қосамыз. Міне төмен қарай 90 градус қып түсіреміз. Міне түсіріп алды. Енді біз тура осыдан бұрыштан 3 сантиметрді аламыз. Міне қазір біз 3-ті алып, өшерге саламыз 3-імізді. Міне 3 көрініп тұр. Мына жерден болды. Біз бұлай қосамыз. Міне қостық. Мына жерден де тура солай. Мынаны бұлай төменірек қосып алу керек, қыздар, анандай. Бізде мынан қарашы, шілей жақсы болып тұрған жоқ. Сол үшін біз 2-ні алсақ та болады екен. Онда мына төмендеу болады. Енді біз осыдан бұлай қойып, міне үстіп сызып алдық. Мені қазір қайттан осы көкірегін айналасын салайыншы. 44. 44-ге 3 қосты, 47 болды. 47-ні осы жерге біз бөліп салдық. Жоқ, тура тұр. Мына жерден бізде 1 сантиметр запас қалды. Енді бізде фасонына қарап моделировать ете саламыз. Осы қысқалау жетеді. Мен енді өздеріңіз қалағаныңызды аласыз. Менде 25 сантиметр болып тұр екен. Енді осы жерден біз түсу аламыз да. Міне қарай қоса саламыз. Даже түзу қоссаңыз да болады. Мен осылай жұмырлап қосып отырмын. Міне қазір біз бұны қырқамыз. Бұл жерге выточка, анау мына еш нәрсе қажет емес. Міне қырқып көрсетемін. Мынаны сызып түсіріп алайын. Мінекей қыздар, қазір мен осы неғын сызғанымыз мұнан әдемелеп қырқып аламыз. Осы сызықта қырққан кезде бізде мынау матамызда немесе лекалымызда мына тігісіміз қалып тұру керек осы жерде, қыздар. Міне жағынан да сондай қалдырамыз, прям көрініп тұру керек біздің неміз. Міне енді мына жерден аламыз. Сәл алға қарай ұмтылдырып алсаңыз да болады, не болмаса міне былай аламыз. Міне алып алдық. Қазір мен ашып көрсетемін. Бұл осылай әдеме тұрады. Міне
міне ана қыздың үстіндегідей болып тұр. Енді міне осылай тұрады, мына мойын несіменен арқасына тура келіп тұру керек. Енді мен сіздерге жеңін көрсетемін. Енді біз мынау суретте көргендегідей жеңін саламыз. Мен енді қатты ұзын алмадым, 50 сантиметр алдым, ерге жазып қоямыз. Ұзындығы 50 деп былай қоямыз. Мына жақта тігіс болмау керек. Міне 50 сантиметр деп жазып қойдым ұзындығы. Міне ұзындығы 50 болды біздікі. Енді біз мына жоғары жақтан 5 сантиметр алып, міне 5-ті алып, мына жерге келді. 5 сантиметріміз. Енді осыны міне былай түзу қосып аламыз. Міне қосып алдық. Енді біз төмен қарай жаңа қолтығын 18 аламыз. Міне 18 алдық. Он 18 сантиметр алдық. Енді мына жерде өздеріңіз сол қолыңыздың қай жеріне келеді, сол жерге шейін өлшеп аласыз. Мен бұл жерде 12 сантиметр алдым. Қыздар, бұны даже үлкен жалпақтау алсаңыз да болады. Өте әдемі пышный шығатын болады жеңдеріміз. Міне былай алдық. Көрсеңіз, бұл жеңге ұқсамай бір түрлі болып тұр, Міне. Енді біз мына жерден 2 сантиметр қойып, ойып аламыз. Жеңге ұқсатып, міне былай қоямыз. Мен 3 сантиметр алып тұрмын. Қараңыз, мұқият қарасаңыз, міне мен мына жағынан, мына жерден былай алдым. Міне.